Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 4-ші сынып People's Book кітабындағы 114 және 115-ші беттегі жаңа тақырыпты және жаңа бөлімді бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің жаңа юнит, яғни жаңа бөліміміз 8-ші machines деп аталады. Тақырып slow machines. Бірінші оқушылар 115-ші беттегі exercise number 1. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Look at the pictures. Which of the machines would you use to take a photo, to go to school, to do your homework, to make a drink дейді. Суреттерге қара дейді, яғни 114-ші бетте берілген суреттерге қараңыздар дейді. Қайсы машинамен суретке түсер едің? Қайсы машинамен to go to school, яғни мектепке барар едің? To do your homework, қай машинамен үй жұмысын орындар едің? Қай машинамен сусын дайындайтын едің деген. Яғни көріп тұрғандарыңыздай 114-ші бетте оқушылар түрлі машиналардың суреті тұр. Яғни оқушылар бұл жерде машина дегенде жай ғана көлік емес, мысалға кір жуатын машина, мысалға шырын жасайтын машина, мысалға жазу жазатын машина, соларды көздеп айтып тұрған тақырып бізде. Мысалға оқушылар A суретіндегі машинамен біз не істесек болады, суретке түсірсек болады. Бұл жерде оқушылар сондай бөлме бар, яғни суретке түсіреді, оны жауып қояды. Бұл машина, яғни бұрынғы ғасырларда болған машина. Оны былай жазсақ болады: I use a machine to take a photo деп жазсақ болады. Яғни A суретінде тұрған машинаны мен суретке түсуге қолданамын деген. Ал C суретінде тұрған, яғни велосипед, бұрынғы заманның, оны мен мектепке баруға қолданамын дейтін болсақ, I use C machine, яғни C суретінде тұрған машинаны қолданамын. Неге? Мектепке баруға. To go to school деп жазамыз. Ал to do your homework, үй жұмысын орындауға D суретінде тұрған машинаны қолданамын деп айтатын болсақ, былай жазамыз: I use a D machine to do my homework. Келесі, to make a drink, яғни сусын жасау үшін, ол бізде B суретінде тұр. I use B machine to make a drink деп жазсақ болады. Келесі енді біз exercise number 2, екінші жаттығу. Make a list of 5 machines you use every day. Are they fast or slow дейді. Өзіңіздің күнде қолданатын 5 машинаңыздың кестесін құрыңыз дейді. Олар fast, яғни жылдам ба, немесе slow, яғни жай ма деген, яғни жай жұмыс жасай ма, әлде тез жұмыс жасай ма деген. Мысалға оқушылар біз қолданатын 5 машинаның түрін жазуымыз қажет. Бірінші, мысалы, washing machine десек болады, яғни кір жуатын машина. Және ол тез жұмыс жасайды, яғни fast деп жазамыз. Және де, мысалға, кофе машина болса, coffee machine деп жазсақ болады. Ол тез жұмыс жасайтын болса fast, жай жұмыс жасайтын болса slow деп жазамыз. Және де bicycle, яғни велосипедті жазсаңыздар болады. Bicycle, мысалға, fast, яғни жылдам қызмет етеді деп, жұмыс жасайды деп. Және де, мысалға, ыдыс-аяқ жуатын машинаны жазсақ болады. Dishwasher, ол жай жасайтын болса slow, тез болса fast деп жазамыз. Және де тағы қандай машиналарды білесіздер, өздеріңіз қолданасыздар, солардың атын жазсаңыздар болады. Кәдімгі өзіміздің қолданатын көлікті жазатын болсақ, car деп жазсақ болады. Car fast, яғни тез жүреді. Car ол бізде кәдімгі көлік. Ал machine бұл жерде түрлі машиналарды айтып тұр, яғни кір жуатын машина, тағы да басқа нәрселерді жасайтын машина. Мысалға, тігін тігетін машинаны жазсақ болады, соны қолданатын болсақ. Тігін машинасы ол бізде sewing machine деп аталады, яғни оны да жазсаңыздар болады. Келесі енді біз exercise number 3, үшінші жаттығу. Read and complete, use past simple then match. Оқы және толықтыр. Past simple, яғни өткен шақты қолданып, бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай оқушылар қарамен берілген сөздерді өткен шақ формасына қойып жазуымыз қажет. Етістікті бұрыс етістікке айналдырамыз, немесе иди жалғаймыз. Және де астындағы 3 машинаның осы 3 сөйлемі берілген, соларды сәйкестендіріп A, B, C жазып қоюымыз қажет.
біріншісін қарайық енді, бірінші сөйлемді. People put, бұл жерде put өткен шақ тұрып put болады, дәл солай өзгермейді, көріп тұрғандарыңыздай көкпен жазылып тұр. People put some paper in me, they press. Пресстің өткен шаққа біз айналдыратын болсақ, pressed деп жазамыз. Яғни өткен шақта ed жалғанады бұл етістікке. Арай жалғастырайық. The buttons on me to write, they push, бұл жерде де ed жалғанады. Push the lever to write on the next line. Ендеше мына сөйлемді аударайық. People put some paper in me дейді. Яғни адамдар маған парақтар, яғни қағаздар қояды дейді. Және де олар батырманы басып жазады дейді. Олар келесі жолға жазу үшін олар тұтқаны, яғни батырманы итеріп жібереді дейді. Бұл бізде оқушылар әрине typewriter, яғни бес суретінде көрсетілген. Екінші, people put some hot water in me, then they put the clothes in, they use, бұл жерде use it болады. The handles to move the clothes around quickly. Ендеше мына абзацты аударайық. Адамдар маған жылы су құяды дейді. Одан кейін өзінің киімдерін салады дейді. Және олар киімді тезірек айналдыруға тұтқаны қолданады дейді. Ол бізде оқушылар C суретінде көрсетілген washing machine, яғни кір жуатын машина. Бұл бұрынғы заманның кір жуатын машинасы болған екен. Үшінші, people put a cassette in me, they pressed the play button, they listened to music on me дейді. Адамдар кассетаны маған салады дейді, яғни қояды дейді. Олар батырманы, яғни play деген, ойнау деген батырманы басады. Олар одан кейін музыка, яғни әуенді тыңдайды дейді. Бұл бізде оқушылар A суретінде көрсетілген cassette player, яғни кассета ойнақшы деп аударсақ болады. Яғни бұрынғы уақыттары қолданған музыка тыңдау үшін. Келесі бізде оқушылар төртінші жаттығу exercise number 4, listen and number, тыңда және нөмерле деген. Ендеше оқушылар аудионы тыңдап, қандай машина екенін бұл жерде нөмерлеп шығайық. Бірінші қай машинаны айтады, соның санын біріншіге қоямыз. Яғни бұл жерде ағылшынша атауларын қандай кезде қолданылатын бұл машиналардың айтып шығады. 1. People used this to make clothes. 2. This machine was at the cinema. It was a machine for showing films. 3. People used this to listen to music. 4. People used this to travel from place to place. Осымен оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Лайк басып, пікір қалдыруды және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше. See you next lesson. Goodbye, students.